Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы тема нашего урока. Бүгін ағаш отырғызамыз. Ағаш отырғызамыз. Сажаем дерево. Мыс обозначает мы. Мы сажаем дерево. Ағаш отырғызамыз. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Новый словарь. Күрек, лопата, күрек. Қазады, копают или копает, қазады. Ұстады, держит, ұстады. Су құяды, поливает или поливают, су құяды. Есіне сақта. Здесь даны окончания личные первого, второго, третьего лица, первого лица во множественном числе. Ағашқа су құямын. Я поливаю дерево. Ағашқа су құясың. Ты поливаешь дерево. Ағашқа су құяды. Он или она поливает дерево. Ағашқа су құямыз. Мы поливаем дерево. Күрекпен қазады. Обратите внимание на окончание. Күрекпен қазады. Копают лопатой. Копают лопатой. Ағашты ұстап тұрады. Ағашты. Что? Дерево. Держит дерево. Ағашты ұстап тұрады. Тыңда, қайтала оқы. Слушай, повторяй, прочитай. Біздің отбасымыз үлкен. Наша семья большая. Біз ағаш отырғызамыз. Мы сажаем дерево. Атамыз бен әкемізге көмектесеміз. Помогаем дедушке и отцу. Атам мен әкем күрекпен қазады. Дедушка и отец копает лопатой. Інім мен қарындасым ағашты ұстап тұрады. Братишка и сестренка держит дерево. Мен ағашқа су құямын. Я поливаю дерево. Айтылым бірінші тапсырма, 120-шы бет. Сен не істейсің? Что ты будешь делать? Мен ағашқа, гүлге су құямын. Мен ағашқа, гүлге су құямын. Я поливаю дерево и цветы. Екінші тапсырма, 120-шы бет. Ол не істейді? Он что делает? Или она что делает? Ол ағашты, гүлді отырғызады. Ол ағашты, гүлді отырғызады. Он или она сажает дерево, цветы. Үшінші тапсырма, 120-шы бет. Жазылым, айтылым, письменно и говорение. Значит, вы должны правильно подобрать слова и составить предложение. Менің отбасым үлкен. Моя семья большая. Мен күрекпен мен ағаш отырғызамын. Я сажаю дерево. Інім ағашты ұстап тұрады. Братишка держит дерево. Әкем күрекпен қазады. Отец копает лопатой. Қайталаймыз. Менің отбасым үлкен. Мен ағаш отырғызамын. Інім ағашты ұстап тұрады. Әкем күрекпен қазады.